Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді, дәл мейрамханадағыдай етіп лимонад жасайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріп шығамыз. Бізге керекті заттар осындай апельсин, лимон, жалбыз, сироп және де газдалған су қажет болады. Жаңадан жуылған апельсинімізді осылай екіге бөліп, қолдан осылай шырын сыққыштан өткізетін боламыз. Графинімізге құйып, оның үстіне сиропымызды құямыз. Достар, сиропты біз қалай жасаймыз? Ол үшін ең алдымен қайнаған суды аламыз. 50 грамм қайнаған суға 4 шай қасық қантты салып, жақсылап ерітеміз. Сол кезде тәтті сироп шығады. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, апельсинімізді графинімізге саламыз. Және жарты лимон жеткілікті. Осылай дөңгелек етіп, турап шығып, графиніміздің ішіне саламыз барлығын. Жуылған таза мяталарымызды осылай бірнешеуін салып, егер өздеріңізге мята ұнайтын болса, көбірек салсаңыздар болады. Маған осы жеткілікті. Оның үстіне осылай газдалған суымызды құямыз. Ұзын таяқшамен болмаса, шанышқымен жақсылап араластырыңыздар, міндетті түрде тәттісі түбінде қалып қалмасын. Үстіне осындай тоңазытқыштан шыққан, яғни мұздатқыштан шыққан мұздарымызды осылай саламыз, жақсылап араластырамыз. Дәл мейрамханадағыдай шығады, дәмі өте керемет, кез келген тағаммен үйлеседі. Менде осындай лимонад шықты, өте дәмді, жасап көріңіздер міндетті түрде. Сіздермен болған Ақбота.